Матамызды жуып, үтіктеп, кромкасын алып дайындап алдық. Ең алдымен біз көйлегіміздің баскысынан бастайтын боламыз. Менде тігіспен қоса алған кезде 16 см. Қазір 16 см-ді осы шетінен белгілеп, сызғышпен қосып аламын. Мен бір деталь қылып қиып аламын. Өйткені менде 48 размер көйлегім. Сол үшін маған бір деталь жарайды споркіге. Егер одан үлкен 48-ден жоғарғы размерде көйлек болатын болса, онда 2 деталь қылып қиып алатын боласыздар. Өйткені сборкасы азғантай болып қалады. Біреусі бір деталь жетпейді. Осылай алып, сызғышпен қосып, қиып дайындап аламыз. Осымен біздің баскамыз дайын. Енді көйлегіміздің етегін пішетін боламыз.